Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айгерім. Бүгін сіздерге осындай керемет тұздалған ассортидің рецептімен бөлісетін боламын. Бұл ассортидің ішінде қызанақ, қияр, болгар бұрышы және де орамжапырақ қосылған. міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Видеоны өткізбей соңына дейін қарап, егер де каналға тіркелмесеңіз, дәл қазір подписаться батырмасын басып тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Жанында қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Бізге қажетті заттар ең алдымен қызанақ қажет болады. Осыны тазартып жуып, осылай дайындап аласыздар. Барлығының мөлшерін описание бөліміне жазып кетемін. Қызанақтың дөңгелегін алыңыздар және де қиярдың екі бұрышын кесіп тастап, осылай салқын суға 2 сағатқа салып қойдым. Сарымсақ және де хрен жапырағы керек болады. Болгар бұрышы, орамжапырақтарды да алдын ала тазартып кесіп алдым. Ең алдымен банкымызды осылай тазартып ас содасымен жуып булап аламыз. Содан соң осы банкымызге ең алдымен тазартып жуылған хреннің жапырақтарын 2 талдан немесе 1 штуктан салсаңыздар да болады. Хреннің жапырағын барлық банкілерге салып алдым. Содан соң осындай қызыл болгар бұрышын салатын боламын. Бұл жерде 2 данадан салсаңыздар да болады, немесе 1 данадан салсаңыздар да болады. Сарымсақтың 3 данасынан салып шықтым. Әрқайсысына осылай 4-5 данасынан салсаңыздар да болады. Келесі кезекте орамжапырақты осылай алдын ала дайындап алдым. 3 бұрыштылап турап, мейлінше осындай сырт жағындағы осындай жұмсақ бөлігін салғандарыңыз дұрыс. Мен осылай барлығына орналастырып шықтым. Өз қалауыңыз бойынша аз немесе көп салсаңыздар да болады. Қиярымызды судан алып, осылай ұзыншалап барлығын орналастырып шығасыздар. Немесе банкіңізге симай жатса, осы қиярды ортасынан бөліп салсаңыздар да болады. Сосын беткі бөлігіне қызанақты салдым. Міндетті түрде қатты тығыздап салғандарыңыз дұрыс, сонда өзінің формасын ұстайтын болады. Және де лавр жапырағында салып шығыңыздар. Мен 2 данасынан барлығына салып шықтым. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай осындай керемет әдемі ассорти болып шығады. Ал 1 литрлік банкіге мен қиярды ортасынан бөліп осылай салдым. Өйткені жоғарғы жағына қазір қызанақты салатын боламын. Қызанақтарды да осылай дөңгелек, кішкентай түрін алсаңыздар, банкіге сияды және де жаңағыдай көптеу кететін болады. Және де каналымның алға қарай дамуына үлесіңізді қоса кетіңіз. Видеоны аса лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікіріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыз. Және де осы кезде үлкенірек ыдысымызға суымызды сақырлатып осылай қатты қайнатып қоятын боламыз. Осы қайнап тұрған ыстық суды барлық банкінің үстінен құятын боламыз. Мен 3 рет құятын боламын, сондықтан газды өшірмей қазанымызға су толтырып қатты қайнатып тұруларыңыз қажет. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай толықтай бетіне дейін жаңағыдай құятын боламын. Бұл стерилизацияның залалсыздандырудың бірінші этапы болып табылады. Барлық банкімізге суды құйып болдым. Енді осылай 15 минутқа қалдырдым. Және де 15 минут өткеннен кейін бөлек ыдысымызға арнайы осындай сүзгіш бар. Соның көмегімен толықтай судың барлығын төгіп тастайсыздар. Бұл суды қолданбайсыздар. Қазанға осы кезде бөлек кастрюльге қазанға ыстық таза суды қайнатып қоясыздар. Осылай барлығын төгіп алдым. Енді бұл 2-ші рет суды құйып жатырмын. Тағы да бір 5 минут қойып, 5 минут өткеннен кейін суының барлығын қайтадан төгіп тастайтын боламыз. Сонымен қатар каналымда қысқы мезгілге арналған қайнатылмай жасалатын чертополох томатының және де тұздалған қиярдың, сонымен қатар күздік салаттың, қияр қосылған левеча салатының, икра, түрлі кәдеден жасалған салаттарының барлық рецептер бар. Міндетті түрде қарап көріңіздер, описание бөліміне қалдырамын. 3-ші рет осылай суды қатты қайнатып қоясыздар, өшірмейсіздер. Міндетті түрде газдың асты қатты болып тұруы қажет. Содан соң 2-ші құйған суымызды тағы да бөлек ыдысымызға осындай құрылғының көмегімен құйып тастайсыздар, төгесіздер. Бұл кезде кішкене 5 минуттан кейін қаттылау, ыстықтау болып тұр, сондықтан арнайы сүлгімен осылай ұстап барлығын құйып төгіп тастасаңыздар болады. Барлығының суын төгіп болғаннан кейін ендігі кезекте соңында түйіршік осындай дөңгелек қара бұрышты саламыз. Мен бұл жерде көз мөлшерімен аз-аздан
барлығына салып шықтым. Содан соң тұзды салатын боламыз. Бұл жерде тұзды 1 литрлік банкіге 1 ас қасықты толтырып саласыздар. Ал 2 литрлік банкіге 2 ас қасықты толтырып салатын боласыздар. Егер 3 литрлік банкіге жабатын болсаңыздар, 3 ас қасық саласыздар. Көріп тұрғандарыңыздай кішкене қызанағы төмен түсті, сондықтан банкіні толтырып, тығыздап салғандарыңыз дұрыс. Содан соң осындай құмшекерді саламыз. 1 литрлік банкіге жарты шай қасық салдым. Ал 2 литрлік банкіге толтырып, горкамен дейді ғой, сондаймен 1 қасық толтырып саласыздар. Кішкене толмай қалғаннан кейін тағы да үстінен жарты шай қасықтан қосып шықтым. Ең соңында осындай лимонның кислота, яғни лимон қышқылынан жарты шай қасықтан салып шығасыздар. Содан соң аспиринді саламыз. Аспирин бұл жерде 1 штугын саласыздар 1 литрге, 2 литрге 2 штугын саласыздар, ал 3 литрлік банкі болса 3 штугын саласыздар. Уксус құймаймын, тек осылай аспирин және де лимон қышқылы арқылы жасаймыз. Жаңағы қайнап тұрған суымызды барлық банкіге құйып, осындай банкі бір ағыш құрылғының көмегімен барлық банкімізді толықтай жауып шығамыз. Қақпақты алдын ала стерилдеуді ұмытып кетпеңіздер. Банкінің атылып кетпеуінің бір себебі таза стерилденген банкіге салу және де лимон қышқылын аздап салсаңыздар, банкілеріңіз қыс мезгіліне дейін ұзақ уақытқа сақталатын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий бөлімде өз пікіріңізді қалдырып, және де поделиться бөлімін басып, WhatsApp желісінде осы видеоны чаттарға, группаларға бөлісіп қоюыңызды сұраймын. Егер де каналға тіркелмеген болсаңыз, дәл қазір тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басып қойыңыз. Баршаңызға